ыбырай мектебинде кездесуде 45 жыл. Солардың чатында отырмыз. Енді рахмет, сөйтіп Алматыда кездесіп, бір-бірімізден сөйтіп тұрамыз. Сіздерге енді рахмет, осы екеулеріңіз келдіңіздер ғой, Қанат қайтқан кезде. Зәуреш үшеуміз келдік. Зәуреш, Бибігүл де келді ғой. Бибігүл келді, иә. Бибігүл бұрын да келіп тұрады. Иә. Бибігүлдің мамасын да көрдім, мамасына үйіне шақырып, Ленинаның бойында тұрды. Иә. Сондай бір керемет жақсы қызды өте. Иә, керемет. Өте тәрбиелі, артығандай несі жоқ. Сондай жақсы да, сондай адамдарды өзім жақсы көремін негізі. Жақсы бейне. Жақсы қыз. Сөйтіп, онда да Бейсиаханың арқасында, онда да мына жерге неге келген, Черной речкаға Қанаттың әпкесінің, әкесінің ең кенже қарындасы 85-ге толып атқан Нағашылы. Жатысында не жасап, жатысынан бітірмей сіздерге осы жерге келдік та, осы Тұранда болдық. Алла сіздерге жақсылығын аямай төле берсін. Сол Қанаттың өзі де енді қайтыс болады деп ойлаған жоқпыз. Біздер жаңағы 84 жылы 15 октябрь күні ЗАГСке тұрып, жаңағы свидетельство о бракесін алдық қой, теке қағазын алып, неғанда 12 жылы 15 октябрьде жаңағы қайтыс болған туралы қағазын алдық. Бұл да бұл Алланың бір несі шығар деймін. Дәлме бір күнде дейші бе? Бір күнде қуаныш, бір күнде қайғы болды. Иә, обширный инфаркт деп не жасады, енді ойымызда да жоқ, өледі, не қылады деп. Оның алдында Алланың жазуы ғой, оған Құранда да жазылған ғой, құмырадан төгілген су сияқты деп. Адам білмей қаласың. Өзі де білмей қалды, біз де білмей қалдық. Ешкімге салмақ салған жоқ. Мына кеше сіздерге бір күт жаңағы Қалбек деді ғой, сол арнайы кеше мал сойып, Алла тағала жақсылығын бере берсін, бала шағаңызға берсін, берген садақаңыз. Одан ешкім баяғыда мен марқұм шешем айтады, мен өзім жаңа не екен емес, енді әкем де жаңа колхоз бастық болып сөйткен кісінің қызымын, негізі өлім бұтағым сондай. Соғыста менің енді үлкен ағам да сапқызды, жаңа зәндиректор болып жаңағы парторгтар, сол жан жақтан келеді ғой адамдаршы. Сол кезде карта ойнайды да өтірік ұтылып қалады, Азия ойнап, жаңағы оның бәрін мен жақсы білемін, жаңағы ондай нелерді. Басып қалдылады ғой. Иә. Взятка ғой, взятка. Ол ағамдар қайтыс болып кетті, менің жаңағы бір бауырым қайтыс болды, өзімнен кейінгі. Сол ағамның андайларын бәрін көріп өстік қой, жаңағы шешем қалай сыйлап жүретін, ол үшін жаңағы шешем 59 жасында қайтыс болған. Жас кетті ғой. Иә, жас кетті. Әкем 68 жасында. Сонда кісінің әйелімен қалай тіл табысатын, оның бәрін жақсы біз енді семьяда өскенден көрдік оны. Кіммен алыс беріс бәрін. Иә. Сонда жаңа ағамда айтатын,